Талғарда кісі қолынан қаза тапқан 16 жастағы Шерзаттың ісі аяғына жетті. Талдықорған қаласындағы сот ғимаратында судья Ержан Жанұзақов 9 күдіктіге қатысты үкім шығарып, оларды бас аяғы 7 жылдан 23 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айырды. Жасөспірім баланың кеудесіне пышақ салып, анасының шырылдап араша түскеніне қарамастан аяусыз тепкілеп өлтіргендердің әрекеті елдің қабырғасын қайыстырды. Қаралы отбасына келген қайғы мұнымен ғана бітпеді. Олардың үйі өртенді. Төбелеске қатысқан Шерзаттың ағасы көп өтпей бақиғаттанды. Біз бұдан не байқадық? Талғар трагедиясы жастар арасындағы зорлық-зомбылықтың соншалықты қауіпті деңгейге жеткенін құқық қорғау органдары мен жергілікті биліктің жұмысындағы өрескел кемшіліктерді, сондай-ақ адами құндылықтардың аяқ асты болғанын айқын көрсетті. Сотталған 9 күдіктінің ішінде біреуінің ғана жоғары білімі бар болып шықты. 5-еуі бұрын сотталған, көбісінің ресми әрі тұрақты жұмысы жоқ. Тіпті 2024 жылы 7 жылға бас бостандығынан айырылған Азамат Тоқтаубаев жазасын толық өтеместен өлім түні төбелеске қатысты. Талғар әкімдігінің берген мәліметі бойынша қалада МИД санатындағы, яғни не білімі, не жұмысы жоқ 1700 жас бар. Олармен жұмыс тұрақты жүргізіледі деп сендірді әкімдік. Ал мектеп пен колледждерде 16 мыңға жуық жасөспірім білім алады. Әкімдіктің сөзінше түнгі рейдтер де жүргізіледі, тәртіп бұзғандар жазаға да тартылады. Бірақ Шерзатты тепкінің астына алғанның бәрі жастар қатарында. Заңды сұрақ туады. Атқарушы органдар мен құқық қорғау органдарының жұмысында ақау болмаса, бұзақылар неге тайраңдап жүрді? Әлде бұл ата-ана тәрбиесінен кеткен қателік пе? Айтпақшы, біз Талғар әкімі Арыстанбек Әбілқайырұлымен бірнеше рет сұхбаттасуға тырысып көрдік. Алайда әкім мырзаның аяқ астынан шаруасы шығып қала берді. Қызық жаңалықтарды өткізіп алмау үшін профильдегі біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыздар.